мерекесіне арнаймыз. Ал баршаңызға Наурыз мейрамы құтты болсын. Рахмет, Наурыз құтты болсын. Бізге келіп қалған қонақтар бар екен, өздеріне таныстырып жіберіңдер. Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біздер осы актер шеберлік ұйымынан блогерлік үйірмесіне қонаққа келіп қалдық. Менің атым Құрманғали Байтабын, мен актер шеберлік оқушысымын. Жасым 13-те. Менің атым Ақбаян, мен 20-ші мектепте оқимын, 5-ші сынып оқимын. Менің аты-жөнім Ахмет болады, 10-ші мектепте 7-ші сынып оқимын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Ақ мол болсын. Ақ демекші енді ақтан алып отырыңдар. Ал енді айтады ғой, Наурызда жай қалғанша жаман қарныңыз арылсын деп, сондықтан да ашып қойыңдар енді. Қалдырмайдар. Бізге Наурыз мейрамымызға келген актер де өнерден күш ұстасын. Жақсы. Мен ана Мұқағали атамыздың «Шеше» деген өлеңін оқып берейін. Шеше, сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп, жатқанды да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіңдей асылдамын. Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағың, байырғы берекеңді қашырмағың. Мен сенің қандықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл, тот басып тоз басыма. 2 жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Браво, белестіңіз. Рахмет, енді Байтабын сенің өнеріңді көрейік. Өнерінде қандай? Арағын көрсетейік. Жаман көзбен қарасың. Сен оған жақсы көзбен қарайсың, солардан жоғалтылып боларсың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сен туралы білмей жатып жамандар. Мұнаны сені жек көреді, біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Ал енді салт дәстүрлер туралы қозғап жіберейік. Кім қандай салт дәстүр біледі? Қалай орындалады? Мен көрсеу дейтін салт дәстүр ойлаймын. Оны қыстан аман шыққаннан кейін барып, үйлерге барып солай көрсіп кетеді. Амансыңдар ма деген мағынада. Мансар, сен осының қандай мейрамдарды білесің? Салт дәстүр. Салт дәстүр. Салт дәстүрден көп қой. Мысалға, сен кім еді бана көрсіп айтты, сосын бесікке салу дегендер топ тұр ғой. Бесікке салу деген не ол? Не үшін? Ол баланы бесікке бөлейді солай. Наурыз көжені жасау мүмкін бе? Жалпы наурыз көжені 7 түрлі тағамнан жасайды. Өткен 7 түрлі тағам жасайды себебі осы барлық жинаған өнімдерімізді осы наурыз көжені салып, наурыз көжеге салып, ағымыз мол болсын, молшылықта болайық деген ниетте наурыз көжені жасаған ғой. Жалпы наурыз көжеге 7 түрлі тағам салады. Тұз, жалпы арпа, сүт, тұз, көп негізі қазір есімде жоқ, ез, ет қосатын дем жалпы. Көп нәрсені қосатын негізінде. Өйткені оған көп қосатын себебі осы біздің наурызымызда молшылықта болайық деген ниетте қосады ғой. Енді қазақта әр салт дәстүр әр не емес қой енді. Оның да бір себебі бар салт дәстүрдің шығу көктем айында деген сияқты. Ал ендеше қандай ойындарды білесіңдер айтудың? Ұлттық ойындар. Асық ату, қол күрестіру, сосын тағы не бар? Арқан тарту. Арқан тарту, күрес. Алтыбақан тебу. Алтыбақан тебу тоже ойын баштадыңыз. Алтыбақан, көкпар, қызғу, Ал ендеше ұлттық ойындарды ойнайық. Не ойнаймыз? Асық ату. Асық ату ойнайық. Қол күрес бар, сосын тағы. Давайте онда асық ату. Бірінші асық атыңдар, содан кейін қол күрестіресіңдер. Қол үйрету бар, сосын күрестіресіз кетік.
көрдік. Ендеше қыздар біз өлең айтайық. Фонограмма оқысаң деп отыр ма? Караокесін Айтты ма фонограмма деп? Назарбаева деймін. Navruz күнігі жердің күнігі Жылып науат қар бабымен ғана жүреді Күнігі жоқ, мақал деймін, мақал. Мақал деген қандай? Қазақ еліне байланысты сондай нәрсе. Мақал деген. Анау үшін Одан үшін отқа түс күймейсін. Одан Отбасынан басталады. Мақал емес пе? или жұмбақ, қалайда бір-бірімізге жұмбақ. Наурыз туралы. Наурыздың ең танымал тамағы. Наурыз көже. Түсінікті ғой өзі. Белі бүкіл алысқа түкіріп болсын білетін. Иә, дұрыс екеуің де. Ескі киім сақтаған, жаңа киім баптаған не ол? Ескі киім сақтаған, әшейін баптаған. Сандық қой? Дұрыс. Мен стиральный машина деймін. Ал құрметті достар, ендеше біз бүгінгі влогымызды аяқтайық. Наурыз мерекесі құтты болсын. Бізге келген қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Ал ендеше сендер өздерінің тілектеріңді айтып жіберсеңдер. Наурыз құтты болсын. Тек жақсылық тілеймін, наурыз жақсылап білсін. Сау болыңыздар. Наурызбен құттықтаймыз, отанымызбен көріп кетіңіз. Әз наурыз құтты болсын. Сіздерге барша үйге, барша осы елімізге молшылық тілеймін. Наурыз мейрамы құтты болсын. Осындай жаңа жылдарда жаңа белестерге жетейік. Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Наурыз мейрамы зор денсаулық келсін. Аман болыңыз. Наурыз